Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен восточный пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, қамыр қопсытқышымызды қосып және сары маймен бірге жақсылап араластырып, қаймақ пен жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымызды жақсылап илеп, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Неке жарты сағат тұрды. Қамырымызды алып, формамызға салып, бортиктерін жасап, бортиктерін жасап болғаннан кейін кептірілген өріктерімізді салып, мен үстінен кішкене қоңыр өріктер қосып жібердім тағыдан. Сгущенкамызды құйып, 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Неке восточный пирогымыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.